балаларымыз деңгейін өте жақсы білеміз. Мұғалім өзі сабақты береді, өзі алып шығады, любой ситуациядан өзі көтермелеп, өзін алып шығады. Сол мамандардың қатарынан екенсің. Мен саған айтайын деп едім, жақсы мықты психологым бар екен, молодец деп айтайын деп едім. Мен жаңағы лифт несімен бағалып кетіңізші, не маған отзыв жазуды ұмытқан санайық кофенің несімен. Жақсы, жүйелі құрылым, креатив. Тек табыс тілеймін саған. Болашақта өте жақсы біздің арнайы мектептерге керек психолог екенсің. Баламен жақсы жұмыс жасадың, деңгейін көрініп тұр. Қалай қарым-қатынаста, бұл бірінші рет көрген баламен былай жақсы қарым-қатынаста, уже кері байланыста бар, ұсақ моторикада кетті, бұл жерде дефектологияда кетті. Тек психолог емес, дефектология саласын ұштастырдың. Маған сол қасиетің сенің ұнады. Саусақ моторикасын, санатқаның, ажыратқаның, барлығы прям ұнады. Қап тек ана әттеген деген жерім бұл. Психолог болса да бір артикуляциялық мені қоспадау деп сөзін жетпей тұр. Себебі бала сөзді бір емес, бірнеше рет қате айтып тұр да. Сол жерін жөндеп жібергенде вообще күшті болып кетеді екен. Келесі сабағында алда өзіңе ескересің деген ғой. Енді сын түзілмей мен бұл жерде сені сынауға келген жоқпын. Мен тек сенің сабағыңды бағалауға келдім. Сабағың жақсы, сабағыңды 93 деп бағалап кеттім. Ол сарапшыға өте жақсы нәтиже. Бұйырса портфолияның барлығы ұстаз платформасынан өтіп қолыңа жаңағы сарапшы куәлігіңді алуына кіресің.